Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін біз өте дәмді арахис қосылған жүзікше тәрізді печеньелер дайындайтын боламыз. Бұл печеньелердің жасалу жолы оп-оңай, небәрі 15 минут қана уақытыңыз кетеді. Бізге керек заттар: жұмсақ сары май, 2 жұмыртқаның сарысы, қопсытқыш, қант, ұн және 1 қасық қаймақ. Енді печеньемізді жасайтын болсақ, ең әуелі жұмсақ сары май мен қантты бір-бірімен жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай миксердің қажеті жоқ. Венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Енді 2 жұмыртқаның сарысын қосып, шамамен 1-2 минут жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Келесі кезекте біраз қасық қаймақты қосамыз. Тағы да барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей біздің массамыз осындай болуы қажет. Содан соң қопсытқыш саламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнды 2-3 бөлікке бөле отырып салатын боламыз. Мінекей 1 рет бөліп араластырып алдық. Енді екінші бөлігін саламыз. Тағы да араластырамыз. Содан соң 3-ші рет салып, қолымызбен жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей бізде осындай қамыр пайда болу керек. Қамырды тоңазытқышқа салып керек емес, 1-ден 2-ге бөліп, қолыңызға жабысып жатса, азғантай ұн сеуіп, бірінші 1 бөлігін, содан соң екінші бөлігін осылай жазып алсаңыз болады. Содан соң кесемен немесе осылай домалақ пішін беретін ыдыстың көмегімен печеньелерімізге ең әуелі домалақ пішін беріп аламыз. Сосын пергамент қағаз төселген противеньге салып, дәл ортасын бутылканың қақпағымен немесе мен секілді торттың насадкасын басып, дәл ортасынан осындай дөңгелек етіп ойып аласыз. Енді 1 жұмыртқаны жарып, жақсылап шанышқымен араластырып аламыз. Содан соң осы печеньелеріміздің үстіне жаңағы жұмыртқаны жақсылап жағып шығатын боламыз. Енді менде осындай үгетілген арахис. Осы арахисті печеньелеріміз үстіне сеуіп шығамын. Егер сізде арахис болмаса, күнжіт сепсеңіз болады. Енді алдын ала қызып тұрған пеште осы печеньелерімді шамамен 13-15 минут шамалы қызарғанша пісіріп аламын. Осымен біздің жүзікше тәрізді арахис қосылған осындай өте дәмді әрі тез дайын болатын печеньелеріміз дайын болды. Сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Шынымен өте дәмді қыздар. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!